Қоғамдағы өзекті мәселе жемқорлық. Қазіргі кездегі Қазақстан алдындағы ең өзекті мәселе не екен? Менің ойымды кейде осындай сұрақтар толғандырады. Мен өз елімнің болашағы үшін, ұрпағым үшін расы керек қатты алаңдаймын. Себебі ел біздің әрқайсымыздың жауапкершілігімізде, ондағы мәселелер бәрімізге де ортақ деп білемін. Бүгінгі қоғамдағы ең өзекті мәселе жемқорлық болар. Бұл жемқорлық бір елдің экономикасын түбегейлі жойып жіберуге де қауқарлы індет секілді. Онымен дер кезінде күресіп, мүлде тарап кетуіне жол бермеу керекпіз. Сыбайлас жемқорлық қоғам дерті. Ол тыйылмай елдің гүлденуі мүмкін емес. Сыбайлас жемқорлықты көрген, байқаған, құрығына ілінген азамат ол жайында мемлекеттік органдарға хабар беруге міндетті. Жемқорлар жемтігін іздеген аш қасқыр секілді келеді. Олар тек қарақан басының қамын ойлайтын, ел басына күн туғанда басын ала қашатын адамдар. Ел боламын десең бесігіңді түзе. Еліміздің демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтыру жолындағы ең басты қауіп-қатерлерінің бірі сыбайлас жемқорлық екені барлығына белгілі. Сондықтан да оны болдырмау, алдын алу мақсатында елімізде көптеген іс-шаралар жоспарланып, жүзеге асырылуда. Сыбайлас жемқорлық еліміздің экономикасы мен ұлттық қауіпсіздігіне орасан зор нұқсан келтіріп қана қоймай, нарықтық экономиканың дамуына залалын тигізеді. Сол себепті онымен күрес мемлекеттік саясаттың басым бағыттарына айналған. Тура биде туған жоқ. Сіздермен бірге Республикалық қазақ билер алқасы.